Ертеде ел арасында жаугершілік жиі болатын кезде қазақтың екі жауынгері төс қағысып дос болады екен. Бірде әскерлері бір өзеннің бойына шатыр тігіп демалып жатқанда тұтқиылдан күтпеген жерден жаудың көптеген қолы шабуыл жасапты. Олардың мал-мүліктерін тиеп, тонап, қолға түскен азаматтарды айдап әкетіпті. Әлгі достарының біреуі жау қолына түсті деп естіген батырымыз күздің қара суығын елеместен өзенді малтып өтіп жау жатқан жағаға келеді. Анталаған жау болса оны алдынан күтіп алып бас салады. Жауынгер қорықпастан мені өздеріңнің қолбасшыларына апарыңдар деп талап етеді. Өзен асып келген батырымыз олардың қолбасшыларына: мен қолдарыңа түскен бір жауынгерге құн төлеп сатып алуға келдім. Менің оған айырбаста берер малым, мүлкім жоқ. Бірақ нәрсе беремін. Ол менің өмірім. Досымды босатыңдар. Ол үшін менің өмірімді алыңдар, дейді екен. Қолбасшы ойланып отырып, оны сынамақшы болады. Жарайды, мен сені қыршыңнан қимая қояйын. Маған өміріңнің бір бөлігін ғана бер, сонда досыңды босатамын, дейді. Ол не деп батырымыз досын босатуға асығып: маған көзің керек, дейді қолбасшы. Екі көзіңді ойып аламын. Ол да болсын, көзімді алда, жылдам досымды тезірек босат, дейді. Жігіт бұл сыннан толқымастан өтеді. Әлгі жауынгер тұтқынның босаған досының иығына қолын басып зағип күйі қуанып күлімдеп кетіп бара жатады. Мұны көрген жаудың қолбасшысы: ай, мынандай елді, мынандай батыры бар елді, мынандай халықты тұтқиылдан келіп басып алмасақ, жекпе-жек, бетпе-бет келіп, ұрыста жеңу қиынға соғады, дейді де өзінің шабайын деп тұрған қалың қол әскеріне кері бұрылуына бұйрық береді екен. Әрқашанда достарыңа адал болыңдар, серттеріне берік болуға тырысыңдар.